Сәлеметсіздер ме әлеуметтік желі қолданушылары. 31 мамыр саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күніне орай Жылой аудандық музейі онлайн бейнебаянды назарларыңызға ұсынады. Халқымыздың тарихында мерейі тасыған мәртебелі дәуірлерімен қатар тар жол тайғақ кешкен қасіретті кезеңдердің де аз болмағаны ащы ақиқат. Өткеннің өкінішті кезеңдерін еске алсақ, 1925 жылы елімізді басқаруға келген Филипп Голощекин Қазақстанды кіші қазан төңкерісін жүргізу саясатын ұстанды. Соның салдарынан ұлт зиялылары жаппай қуғындауға ұшырады. Голощекин өзіне қарсы шыққандарды қазақ елінен қуды. Олардың көзін жоюды қолға алды. Асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ салмасын деген ұжымдастыру ұранымен науқанға кіріскен белсенділер республикадағы 40 миллионға астам мал басының қырылуына әкеп соқтырды. Халық жаппай ашаршылыққа ұшырады. Ашаршылық жылдарында елімізде 1,5 миллионға жуық адам қайтыс болды. Қазақ халқы ашаршылыққа дейінгі санына араға жарты ғасырға жуық уақыт салып, әзер жеткені бұл зұлматтың қаншалықты қасіретті болғанын көрсетуде. Кеңестік тоталитаризмнің зұлым саясаты мен зұлмат әрекеті ешбір елді таңдап, ешбір адамдарды талғаған жоқ. 1920-1950 жылдары Кеңестер одағында миллиондаған адам саяси қуғын-сүргінге ұшырады. Қазақтың қаншама қабырғалы тұлғалары сол солақай саясаттың құрбандарына айналды. Қанды қасап кезеңде қазақ жеріне тұтас халықтар жер аударылды. 20 ғасырдың бірінші жартысында Қазақстанға миллиондаған адам күшпен көшіріліп әкелінді. Олардың қатарында корейлер, финдер, немістер, поляктар, күрдтер мен қарашайлар, мескеттік түріктер, кавказдықтар және басқа да көптеген ұлыстар бар. Үздіксіз жалғасқан саяси науқандар мен қуғын-сүргіннен есін жиялмай жатқанына қарамастан, қазақ халқы тағдырдың тәркілене түскен барша ұлыстарды бауырына басты. Тар жерде табысқандардың ұрпағы кең жерде келісіп, бүгін тағдыры бір Қазақстан халқы деген ұлы елге айналды. Бейбітшіліктің бесігі атанып, бүкіл әлемге танылды. Төрт тарапты түгел мойындатып, өсіп өркендеу жолына түсті. 1997 жылы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен 31 мамыр саяси репрессия құрбандарын еске алу күні болып белгіленді. Сол бір сорақы жылдары Жылой өңірінен де 290 адам жазықсыз жапа шекті. Оның 17-сі атылса, 142-сі абақтыға жабылды. Оның 13-еуі аудандағы мұнай кәсіпшіліктерінің мамандары еді. Тұтас бір ұлтты жою саясатын ұстанғандар қазақтың бар байлығы қолдағы малынан айырды көздеді. Сауатты малды болған үшін де жазаланған бабаларымыздың қатарында жерлесіміз Базарбай ақсақалда бар еді. Ол туралы немересі Бүркіт Базарбаев былай деп жырлайды. Шылбыр қылып шындықтан өлең есем, алынбаған тағдырдан көбе десем. Жерден алып бір кезде жерге салам, мен де халық жауының немересем. Есте жүрер өткеннің тек елесі, қайта-қайта көктелген керегесі. Алдыңда тұр ағайын өлең тербеп, халық жауы Базарбай немересі. Қайырлы күн, қадірлі ағайын. 31 мамыр қуғын-сүргіндерге ұшырағандарды еске алу күні. Біз де соның талай тағдырдың ауырып болғаннан өткен әулеттің ұрпағы болғаннан кейін аталарымызды, әкелерімізді осы күні еске алып, ұрықтарына дұға бағыштап, жетінен пісіріп, бас иіп отырамыз. Себебі өткенді ұмытпасаң, болашағың жарқын болып деген бір қанатты сөз тіркестері бар деп ойлаймын. Менің атам Базарбай Маңғыстау әулиелеріне 1717 болып тіркелген Манан әулиенің 4-ші баласы, атақты діндар, атақты емші Қабылдың ұлы 30-шы жылдардың отанбалысында Жапонның шпионы болып ұсталып, содан кеткен, атылып кеткен. Әуелі 10 жылға сотталған. Ол кісінің 1999 жылы ақталды. Артындағы 3 баласы аяғына тұрып жетілді. Оның үлкен баласы Жазықбай Базарбайұлы да сол жылдарда 10 жылға үштіктің үкімімен сотталып, 1954 жылы
Сталин өлгеннен кейін елге қайтты, үйленді. Мен сол Жазықбайдың баласы болып өстім, Сенбайдың баласы болғаннан болып есептелгенменен. Енді ол кездің нәубеттің қазақ елінің ары қарай дамуына, қазақ елінің өркендеуіне келтірген зияны шаш етектен. Себебі біздің қаймағымызды, біздің айбарымызды, біздің әлеуетімізді, біздің мықтыларымызды сыпырып алып түгел қырып тастады. Оны өздеріңізде оқып жүрген шығармыз. Сондықтан біз бұл күні барлығымызда үйімізде сол бір боздақтардың, сол бір қыршындардың, сол бір арыстардың, сол бір асылдардың рухына дұға бағыштаудан бастауымыз керек. 31 мамыр күні ешкім той жасамау керек, туған күнін атап өтпеу керек. Себебі бұл қаралы күн есебінде адамның жадында сақталу керек. Біз соңында ғана бабалардың рухани мұраттарына адал болып, солардың жасалмай кеткен еңбектерін алға апаруға әдіміз жетеді ғой деп мен есептеймін. Сондықтан осы күні ұйымдастырып жатқан осы бір хабарды мұражай қызметкерлеріне көп рахметімді, көп алғысымды айтамын. Мен де бұл күнді жадымды шығармай, бұл туралы талай шығармалар жаздым. Дәт қуатым жетсе, өмір әлде де бұйырса, әлде де жазам деген ойым бар. Себебі бізде ақтаңдақтар әлі көп. Осы Жылойдың өзінен кеткендердің өзі көбінің әлі аты шыға болған жоқ. Сондықтан барлығына да... Қазір солардың біреуі ғана Абдрахманов Абдулла Ақсақал ортамызда. Жазықсыз шапа шегіп, сол бір тарихи дәуірдің куәгері болған Абдулла әкеміздің өмір тарихын, еш қиындыққа мойымаған өршіл рухын біз әркез үлгі өнеге тұтамыз. Репрессияның қанды шеңгелігіне ілінген Абдулла қартты 1948 жылғы маусымның 6 күні түнде әкесі халық жауы, өзі Жапонияның агенті, Иранның десанты деген кінә тағып, НКВД жендеттері оны да алып кетеді. Бір айдан соң Абдулла Абдрахмановты Гурьев облыстық соты 10 жылға айдауға жіберіледі. Осылайша жапондық тыңшы жазасын өтеуге Магаданға аттанады. Абдулла қарттың айтуынша, Сусаманскідегі лагерде ұзын ырғасы 5000-дай адам жазасын өтеген. Осы жерде ол жарты жыл бойына белгілі ақын Мағжан Жұмабаевпен тағдырлас, сырлас болады. Осында елімізге орны толмас қасірет пен қайғы әкелген 30 жылдардың ойранынан ел жадында сақтап, жазықсыз жапа шеккендердің рухына тағзым ету мақсатында ескерткіш тақта қойылған. Біздің халық қуғын сүргін кесірінен жазықсыз жапа шеккен қайраткерлердің есімдерін еске алу, олардың рухтарына құрмет көрсетуді әр уақытта да есінен шығарған емес. Бұл тарихтан тағылым алып, биік мақсат, мәңгілік елге бет алған ұлы халықтың ұлағатты ісі.